Бәріңізге сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін шайге арналған тәтті бәліш жасайтын боламыз. Азық-түлік көп кетпейді, жасалу жолы оп-оңай әрі тез піседі. Ал бастайық. Бізге керекті азық-түліктің бәрі осы видеоның астына описание деген жерге жазып қоямын. Ең бірінші жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап әппақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Ол 2-3 есе көбейеді. Осындай болып әппақ болған кезде үстіне жұмсақ сары майымызды саламыз. Тағы да миксерлейміз. Осы кезде пештеріңізді қосып, ысытып, дайындап қойыңыздар. Қазір ұнын салып, нан қопсытқышын салып, духовкаға, яғни пешке жібереміз. Ұнын саламыз, ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Үстіне нан қопсытқыш салдық, 1 шай қасық, тағы да миксермен бірінші скоростьпен осылай араластырып аламыз. Үстіне осындай електен өткізілген какао салып, қасықпен ақырын барлығын араластырып шығамыз. Жаңағы көлем кішірейіп кетпеу керек, ақырындап қасықпен араластыру керек. Енді қалауларыңызша осындай мен шоколад қостым, сіздерге міндетті емес, қоспай қойсаңыздар да болады. Ыдысымызға осындай қағаз салып, пергамент қағазын пешімізге жібердік. 180 градуста 35-40 минутта піседі. Бәліштің піскен-піспеген жаңағыдай ағаш шпажкасымен тексерсеңіздер болады. Осылай болып пісті. Енді үстіне сәндеу үшін мен қант ұнтағын септім. Бұл жерде менде ыдысым 24 диаметрлік үлкен ыдыс болғандықтан осылай төмен болып пісті. Егер сіздер 18-22 диаметрлік ыдысқа құйып пісірсеңіздер, үлкен биік болып пісетін болады. Біздің бәлішіміз дайын болды, өте дәмді болды. Осыны қант ұнтағын сеппей тұрып, кішкене қантпен жылы суды араластырып жіберіп, үстіне пропитка жасасаңыздар өте керемет болады, ауызда еритін бәліш болады. Сіздермен болған мен Майра. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.